сүт безінің қатерлі ісігі Қазақстан бойынша бірінші орында алады. Бірінші орында. Қазір өте жас қыздарда өте көп. Неше жастан басталды? 17, сіздің 20, практикаңызда? 23, 25, 28 жаста қазір өте көп кездесіп жатыр. Қалыпты жағдайда омыраудың ұшы ішіне кірмейді. Амансыздар ма, қымбатты көрермендер? Денсаулық каналында кезекті сұхбат. Бүгін бізде қонақта Индира Жақсылыққызы, онкомамолог. Индира ханым, қош келдіңіз. Ал бізге бүгінгі түсірілімді сұнған Аланда клиник медициналық орталығына алғысымызды айтамыз. Біздің елімізде онкологиялық аурулар ішінде сүт безі қатерлі ісігі нешінші орында тұр, Индира Жақсылыққызы? Саламатсыздар ма? Сүт безінің қатерлі ісігі Қазақстан бойынша бірінші орында алады. Бірінші орында? Бірінші орында алады қатерлі ісіктердің ішінде. Соның ішінде солтүстік Қазақстан облысы бірінші орынға шығады. Солтүстік Қазақстан облысы тұрғындар жағынан аз шоғырланған, бірақ науқастар жағынан бірінші орында тұр. Бірінші орын алады. Оған не себеп екен? Оның себебі сүт безінің пайда болуының себебі өте көп. Ол тұқым қуалайтын ауруда, травма болуы мүмкін, емізген кезде маститтерден қалған жағдайлар болуы мүмкін. Бұл инфекциялық ауру емес, ол жұқпайды. Оның себебі өте көп. Егер 22 жылы 800 мыңға жақын әйел адам скрининг өтсе, оның ішінде 1,5 мыңға жуық әйел адамда қатерлі ісігі анықталған. Бұл 85% қамтылған скрининг. Көп әйелдер поликлиникадан, емханадан звондап скринингке шақырса, олар ұрсады звондап. Сен неге маған звондай бересің, керек болса өзім келемін ғой дейді. Бізде Қазақстанда скрининг программасы өте жақсы дамыған. 2 жылда бір рет 40-тан асқан әйел баласы маммографиядан өтіп тұру керек. Егер маммографияда қандай да бір өзгеріс пайда болса, одан кейін ары қарай ол ауруларды, ол науқастарды ары қарай анықтау, диагностикалық шаралар жүргізіледі. Құрметті қыз-келіншектер, егер сізге жергілікті емханаңыздан хабарласып скринингке шақырса, қашан барым келеді, сол кезде барам, неге хабарласа бересіз деп ренжудің қажеті жоқ. Ең алдымен денсаулық сізге керек. Онкологиялық аурулардың көбісі белгі бермейді, сіз қалыпты өмір сүруіңіз мүмкін, бірақ енді ол 3-4 дәрежеге кетіп қалса, әрине сырқаттан жазылу қиын. Сондықтан хабарласты ма, ерінбей скринингке барамыз. Скрининг деген маммографияға түсіреді. Маммографияға түсіру ауыртады ма? Мүмкін содан қорқатын шығар, айтыңызшы. Жоқ, маммография онша ауыртпалық емес, ол рентген снимок жасалады. Одан кейін ол снимок 2 рет тексеруден өтеді. Читка дейді. Бірінші читканы емханадағы дәрігерлер қарайды, екінші читканы сол өңірдегі онкологиялық центр қарайды. Әрине, сіз айтқандай онкологиялық аурулар өз ешқандай белгі бермейді. Бұл белгі берген кезде ол 3-4 дәрежеге өтіп кетуі мүмкін. Қандай белгілерге әйелдерге көңіл аудару қажет. Омырау ішінің өзгерісі, ол тартылып ішіне кетуі мүмкін. Омырау пішінін өзгертуі мүмкін. Қандай да бір қан бөлінділері бөлуі мүмкін. Қолтықтың астындағы бездер үлкеюі мүмкін. Егер де осындай өзгерістер болса, әйел адам жылдам дәрігерге барып қарап, өзінің күмәнін азайту керек. Дәрігер айтады, одан қорқып, қалай айтады, ауруын жасырған өледі дейді. Өледі. Сол сияқты соған айтпақшы, бұны қалдырып, тығып, ешкімге айтпай, ұялып жүрген адамдар, ол конечно, 3-4 дәрежеге барады. Сондықтан дер кезінде қаралу керек. Индира Жақсылыққызы, енді көбінесе қыз-келіншектер, аналар бала емізгеннен кейін, омыраудың үрпі дейміз, ішіне кіріп кеткен кезде белгі беру керек дедіңіз. Омырау кейде уақыт өте келе әйел адамның кішірейеді, немесе салбырайды. Жаңа ұшы ішіне кіріп тұрған кезде бұл қалыпты жағдай, әйелдің жасына, мен қартайып жатырмын, физиологиялық өзгерістер болып жатыр деп ойлап қалу мүмкін.
ішіне кірген кезде ең бастысы ол үнемі ішінде тұру керек па, жоқ әлде арасында шығып тұру керек па, нені мән беруіміз керек? Қалыпты жағдайда омыраудың ұшы ішіне кірмейді. Кірмейді, иә? Кірмейді, да. Егер емізген кезде мастит, лактостаз болған жағдайларда, егер онда үлкен аумақты алса, одан кейін әйелде көріну мүмкін ондай жағдай. Бірақ та әйел адам дәрігерге, маммологқа келіп, барлық омырау емізіп болғаннан кейін 2 айдан кейін барлық тексерісті өтіп, онда өзінің барлығы дұрыс екеніне көз жеткізу керек. Ары қарай әрбір әйел адам жылына 1 рет маммологтың қарауында болу керек. Өйткені бұл көзге көрінетін ағза. Сондықтан қаралып тұр екен. Біз жаңа сұхбаттың басында скрининг туралы айттық, хабарласса барыңыздар дедік. Жалпы скрининг әйелдерге біздің елімізде неше жаста жасалады? 35 жастан басталады скрининг, ал гинекологиялық скрининг болады, флюорография жасайды, жаңағы 40 жастан бастап маммография қосылады, жаңағы кардио, холестерин, жаңағы барлық анализдерін, және тікшек қатерлі ісігіне жасырын қан арқылы арқылатын ағзаларды тексеріледі скринингте. Сүт безі қатерлік ісігі генетика, яғни тұқым қуалайды дейді. Егер сіздің әжеңізде, анаңызда, туыс апайларында бұл ауру болса, онда? Егер тұқым қуалайтын ауру болса, бұл жас кезінде шығуы мүмкін. Айтады ғой, онкологиялық аурулар, қатерлі обыр ісіктері 45 жастан асқан әйелдерде. Қазір өте жас қыздарда өте көп. Неше жастан бастап? 17, 20, 23, 25, 28 жаста қазір өте көп кездесіп жатыр. Оны науқаспен сөйлесіп отырған кезде олардың тұқымдарында осы аурулардың барын, анасының қайтыс болған, әжесінің қайтыс болғаны анықталады. Ол генетикалық тест бар. BRCA2 деген 2 тест бар. Біздің Қазақстанда BRCA1 кездеседі, BRCA2 ол африкалық елде кездеседі. Сол тестті тексерсе, ол біледі, әйел адам генетикалық жағынан бұған сондай бейім ба, жоқ па, жақын ба, жоқ па? Бұл тестті қайдан өткізсек болады? Бізде Астанада ақылы, иә? Ақылы 350 мыңдай тұрады бұл тест. Но бұл тестті көбісі тексермейді. Білмейді. Мен де бірінші рет естіп отырмын. Сонда бұл тестті өткізген кезде науқастан қандай сараптамалар алынады? Тек қана қан арқылы біле ме? Бұл геннің бар немесе жоқ екенін. Анджелина Джоли жасады ғой, сол тестті. Ол кісіде анықталды, бұл тесттің геннің бар екенін. Содан кейін ол омырау безін алып тастады. Сондай тест жасалады. Түсінікті. Жаңа жас қыздарда 17, 19, 20, 25 жастағы тұрмысқа шықпаған қыздарда сүт безі қатерлі ісігі анықталып жатыр дедік. Енді олар әлі скринингке өтетін уақыты келген жоқ, жас қыздар. Қандай белгілерге мән беру керек? Аналары, өздері? Ең бірінші, кез келген итекірі басталатын қыздармен аналары сөйлесу керек. Және жасөспірім кабинеттері бар поликлиникаларда. Оларға жөндеп түсіндіріп айту керек. Жасөспірімдерге бұл гормоналдық деңгей өзгерістер пайда болған кезде түйіндер пайда болуы мүмкін. Өте жылдам өседі. Қазақ отбасында, кешіріңіз сөзіңізді бөлейін, қыздар жаңағы пубертаттық кезде, ағзасы өзгеріс кезінде ұялады. Мысалы, менің қызымда омырауын көрсетпейді. Киінген кезде де үнемі, жуынған кезде де былай өзі шомылады. Бұндай аналарға баламен тіл табысу керек па, жоқ әлде маманға барғанымыз дұрыс па? Алдымен анасы қарап, анасымен сөйлесіп, анасы көңіл аудару керек. Ол кісілер маманға алып келеді. Өйткені көп балалар, көп қыздар анасының көзінше шешінуге ұялады. Жаңа приемға келген кезде де анасына қарауға рұқсат бермейді бұндай қыздар. Сондай
Демек қандай белгілерге назар аударуымыз керек? Түйіннің пайда болуы, жаңағы айтып кеткендей, омыраудың ұшының өзгерісі, қандай да бір бөлінділер кішкентай қыздарда да, мінезінің, жаңа ұйқысының, бәрінің өзгеруі аудару керек көңіл. Бала кезде енді физиологиялық өзгеріс кезінде есімде қалып қалғаны, жаңағы пубертаттық кезде жыныстық бездердің дамуы кезінде омырауыңнан ұстаған кезде ауыратын әлі есімде. Бұл қалыпты ма? Иә, қалыпты жағдай. Себебі бұл кезде гормондардың деңгейі өте қатты жоғарылайды, ағза тез өседі, сондықтан ауру сезімі пайда болуы мүмкін. Осы кезде кішкентай қыздарға сақ болу керек пе, травмадан, басқа дүниелерден? Особенно физкультура, травма кезінде көп травма алған қыздарда омырау екі түрлі болып өсуі мүмкін. Өйткені травма болса, ол омырау өспей қалуы мүмкін. Қандай спорт түрлерін шектер едіңіз? Ешқандай спортты шектеуге хақымыз жоқ, ондай кеңес айта алмаймын. Бірақ мұқият сақ болу керек. Осыдан 20 жыл бұрын сүт безі қатерлі ісігі анықталған әйелдердің омырауын бірден кесіп тастайтын. Қазір бұндай методика қолдана ма? Қандай ем түрлері бар? Ол сүт безінің қатерлі ісігін емдеу ол анықталған дәрежесіне байланысты. Бірінші, екінші? Бірінші, нулевой, бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Чем ертерек келсе, ол тек қана хирургиялық еммен аяқталуы мүмкін. Хирургиялық ем түгел алып тастайды ма? Жоқ, қазір толық алынбайды. Оның орналасқан жеріне байланысты жасалатын ота. Егер омыраудың ұшынан алысырақ болса, онда тек қана резекция жасап алып қолтықтың астындағы бездерді тазалайды. Мынау кішірек операция жасалады. Егер ісік үлкен болса, онда мынау терімен омыраудың ұшын қалдырып, ішінен тазалап, имплант бір уақытта сразу имплант қоюға болады. Оның мөлшеріне, орналасқан орнына байланысты жасалатын операциялардың түрлері, да. Және операция жасап болғаннан кейін оның гистологиялық түріне байланысты. Иммуногистохимический анализ жасайды. Ол қандай емге көнеді, да. Химиотерапия, немесе антигормональный дәрілерді соған байланысты. Ол әр науқастікі өзінің диагнозы әр қайсысына бөлек таңдалады. Және бізде бүкіл Қазақстан бойынша протокол болады. Сол дәрежесіне бәріне байланысты протокол бойынша ем қолданады. Жаңа имплант салады деп қалдыңыз. Жалпы операциядан кейін имплант тұрса омырауында химиотерапия ары қарай жүргізіле береді ме? Ешқандай әсер етпейді? Ешқандай әсері болмайды. Бұл әйел адам өзінің ағзасы жоқ екеніне онша уайымдамайды. Өйткені бұл все-таки эстетикалық мүше ағзада. Әйел адамға өте маңызды бұл ағзаның болуы. Сондықтан егер омырауды алып тастап сразу имплант қоятын болса, бірден бұл әйел адамға эстетика жағынан пайдалы. Онкологияның сүт безі қатерлі ісігінің 3-4 дәрежесінде науқастың өмірін ұзартуға мүмкіндік қанша пайызға дейін болады, айта аласыз ба? Бұл жаңағы біз айтып кеткендей гистологиялық түріне байланысты. Егер гормондық дәрілерге бейімді емделуге келетін түрі болса, оның жаңағы болжамы қолайлы. Мысалы, менің таныстарымның арасында, туыстарымның арасында, жалпы жерлестерінің арасында, әсіресе ауылда тұратын көп әйелдер осы сүт безі қатерлі ісігінің 3-4 дәрежесіне омыраудың ұшынан қан, ірің аққанға шейін шыдап жүре беретін оқиғаларды жиі естимін, болып та жатыр. Жалпы үй жағдайында кез келген әйел өзінің омырауын айнаға қарап, немесе қолмен ұстап, немесе терісінің өзгерісіне қарап, бірдеңе болып жатыр, мынау дұрыс емес секілді деген дүниелерді аңғара ала ма? Әрине, әр әйел адам әр айда етекірі
келіп кеткеннен кейін айнаның алдында болмаса жатып өз қолын бір қолын көтеріп екінші қолымен сағаттың циферблаты бойынша былайынан жаңағы өзін сипап қарау керек. жаттығу жасайын деп жатырмын. Сипап қарау керек. Қолтығын астын қарау керек. Және омырауының ұшын сығып қарау керек. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Мен бұларды істеп көрмеген екен, енді есте болсын. Жалпы етеккіркелердің алдында омыраудың кейін, бұны етеккірден кейін тексереміз. Етеккіркелердің алдында омыраудың ауру ісуі қалыпты жағдай ма? Бұл қалыпты жағдай, себебі бұл овуляцияның келгенін, овуляцияның болғанын белгісі. Ағза дайын деген сөз ғой, иә? Иә, ағза дайын деген сөз. Егер овуляция болмаса, ауру сезімі вообще болмайды. Но омырау ісініп, сәл үлкейіп ауыратын болса, бұл қалыпты жағдай. Индира Жақсылыққызы, енді 40-тан кейінгі әйелдердің жаңа сіз өзіңіз әдемі айтып қалдыңыз, эстетикалық тұрғыдан ағзасының дұрыс болған, әдемі болған қалайды. Бірақ бірнеше бала босанғаннан кейін, емізгеннен кейін омырауымыз төмен қарай түседі, салбырайды. Имплант салу, жаңағы орын толықтыру қауіпті ме? Инфекция түсуі мүмкін бе? Қатерлі-ісікке әкелуі мүмкін бе деген сұрақты қойсақ. Егер де әйел адам имплант қояр алдында барлық тексеруден өтіп, барлық ағзалары, гормондарлығы, барлығы дұрыс болса, бұл қауіпті емес. Себебі имплант, силикон, бұл өзі капсулада, ол тесілмейді, кесілмейді, машина өтіп кетсе де жарылмайды. Сондықтан да, егер салбырап үлкейетін болса, оны кішірейтіп, жаңағы мынау ареоланы жоғарылай орнына қалпына келтіріп омырауды кішірейтуге болады. Кейбір әйелдерде керісінше омырау жоқ болып кетеді. Оларға жай ғана үлкейтіп жаңағы эстетикалық жағынан әдемі қылуға болады. Бұл қауіпті емес. Түсінікті. Енді сүт безі қатерлі ісігінің осымен тақырыбын аяқтайық. Қазір келесі тақырыпқа көшеміз. Ең басты назарда ұстайтын дүние ол скринингке бару. Бой жетіп келе жатқан қыздарыңыз болса, маманға тексерту. Егер ұялатын болса, міндетті түрде маманға апарамыз, ертерек анықтау үшін. Етеккірден кейін міндетті түрде омырауымызды сағат тілімен ұстап қараймыз, қолтығымыздың астында бездерді тексереміз, скринингтен қалмаймыз. Неғұрлым ауру ерте анықталса, оны жеңу де оңай, солай ғой? Иә. Яғни өзіміздің өмірімізді ұзарта аламыз. Әрине. Онкология деген сөзді естісек, біз бәріміз бірден бітті өлем деп ойлаймыз. Жоқ, қазір неше түрлі дәрілер, хирургиялық жолдары онкологиялық ауруды жеңуге көмектеседі. Ең бастысы қорықпау керек ештеңеден. Және ең бастысы адамның өзінің өмірге деген сүйіспеншілігі жоғары болу керек. Ауруды жеңем деген біздің іштегі рухымыз дейміз, сеніміміз мықты болу керек. Енді сіз жаңа айтып қалдыңыз, ерлер арасында да омырау безінің ісуі, үлкеюі көбейіп келе жатыр. Ол медициналық тілде қалай аталады? Бұл ер кісілерде омыраудың пайда болуы, бұл гинекомастия деп аталады. Гинекомастия естеріңізде сақтап алыңыз. Гинекомастия бұл үш жағдайда ер адамның өмірінің үш жағдайында пайда болады. Жаңа туған нәрестелерде болуы мүмкін. Бұл анадан балаға эстроген гормонының берілуі арқылы. Соны біз сығып жатамыз, дұрыс па? Жоқ, олай сығуға тиісуге болмайды. Екінші кезең бұл жасөспірім кезінде 13-14 жасында пайда болуы мүмкін. Оларды операция жасап тиісуге болмайды. Себебі бұл жағдайда балдардың, жасөспірімдердің гормондарында өзгерістер, ол өзінен өзі кетеді. Күту керек, иә? Қарау уақыт. 16-17 жасқа келген кезде ол өзінен өзі кетеді. Но 15% жағдайда ол қалып кетуі мүмкін. Және қарт адамдарда 50 жастан кейін гормондар тестостеронның төмендеуіне байланысты үшінші кезеңде пайда болуы мүмкін. Осы жас аралықтарында. Генетикалық жағынан егер атасында, әкесінде болса, бұл балада қайталану болуы мүмкін. Бірақ шын мәнінде әсіресе жаз айларында немесе спорт зал, фитнес орталықтарында, бассейндерде ер адамдардың кәдімгідей омырауының ұшы шығып, салбырап тұрғанын байқап қаламыз. Бұл аурудың белгісі ме? Не істеуге болады? Бұл негізі ешқандай қауіп қатер
ешқандай қауіп қатер әкелмейді. Ер адамдар. Да. Ол эстетикалық жағынан өзіне бір жаңағы психологиялық ыңғайсыз әкеледі эстетикалық жағынан. Травма болса, бұл қатты бірден өсіп кетуі мүмкін. Болмаса, өйткені бұл жерде әйел адамдағы сияқты ткань ғой ішінде ұлпа болады. Ол онкологияға өтуі мүмкін. Это ең басты екі ол бірден өсу, ауру сезімі болса, қатты болса, ондай жағдайда олар дәрігерге келіп көріну керек. Қалған жағдайдың барлығында ол эстетикалық жағынан тек қана өзіне ыңғайсыздық әкеледі. Эстетикалық жағынан ыңғайсыздық әкеледі дедіңіз. Операциялық жолмен жөндеуге болады ғой? Иә, ең бірінші біз жаңағы ер кісіні толық тексереміз. Қандай мамандар? Андролог, уролог керек, эндокринолог керек. Егер гормондары жоғары, жаңағы өзгерісте болса қатты, бірінші барлығымен бірге емдеп қалпына келтіреміз. Егер пациент, ер адам операция жасаймын болмайды десе, оны алып тастаймыз. Но бірінші кезеңде гормондарын қалпына келтіруіміз керек. Үшінші кезеңде айттыңыз, үшінші кезеңде жаңағы 50 жастан кейін қарт адамдарда пайда болады. Бұл қалыпты ма? Ол қалыпты. Тестостерон төмендейді. Сол кезде бұл ер адамдағы андропауза деп аталады. Сол кезде пайда болуы мүмкін. Демек, ең басты назарда ұстауымыз бұл жас жеткіншек ұлдарыңызда осындай өзгерістер болса, оларға психологиялық күйзеліс тудыру мүмкін. Міндетті түрде маманға барып тексертеміз, солай ғой, бірақ тиісуге болмайды, ота жасатпаймыз. Егер бірақ ауырсыну, түйіндер пайда болса, онда қатты ауырып, болмаса ол қатты жаңағы структурасы, егер қатты болатын болса, ондай кезде операция жасаймыз. 18 жасқа дейін жасөспірімге операция жасауға болмайды. Күтеміз. 18 жасқа толғанын күтеміз. Гинекомастия біздің елімізде, мен бүгін бірінші рет естіп отырмын, бұл соңғы кезде туған ауру ма, жоқ әлде өсіп келе жатыр ма, статистикасы қандай? Себебі қазір гинекомастияның бір себебі бұл стероидты гормондарды қолдану. Ол неден? Стероидты гормондар және антидепрессанттар қолданған. Стероидты гормондар бұл жаңа бұлшықетті өсіру үшін спортпен протеиндер деңізші? Протеиндер емес. Протеин ол белок. Стероидты гормондар бұлшықетті өсіретін гормондар. Бұл жаңағы мидағы гипофиздің соматотропты гормонның бөлінуіне әкеледі. Сонда жаңағы бұлшықеттері өседі. Оның жанында пролактин деген гормон болады. Бұл пролактин гормон омыраудың өсуіне алып келеді. Сол пролактинді көбейтеді? Қазір бізде барлық жастар, барлығы спортсмен болып, жаңағы качок дейміз ғой. Бұлшықеттерін өсіруге талаптанады. Сондықтан особенно 2000 жылдары өте көп болды. Жаңағы препараттарды ішеді. Көп антидепрессанттар ішеді қазір. Соның әсерінен қазір ол өсіп келе жатыр. Ең басты сүт безі қатерлі ісігінен өзімізді қалай қорғай аламыз? Кеңес айтып кетсеңіз. Ең басты бұл профилактика дейді ғой да. Аурудың алдын алу профилактика. Бұл өзін жақсы көру. Жылына бір рет өзін-өзі жақсы көру, ол салонға барып, тырнақ жасап шаш бояу емес. Жылына бір рет бүкіл өзінің дәрумендерін, витаминдерін, гормондарын тексеру керек. Гинекологқа қаралу керек, мамологқа қаралу керек. Жылына бір рет кішкентай чекап өту керек. Әрбір әйел адам. Бұл сонда аурудың алдын алуына көп көмектеседі. Дер кезінде анықталуына көмектеседі. Түсінікті. Түсінгенім, қымбатты қыз-келіншектер, біздің ағзамыз өзімен өзі әр ағза бөлек жұмыс жасамайды. Сүт безінде бір ақау болса, бәрібірде эндокринологқа қараламыз, гинекологпен ақылдасатын мамандар. Сондықтан жыл сайын өзімізге көңіл бөліп, бір рет тойға бармай қояйықшы, бірақ мамолог, гинеколог,
эндокринолог маманына бір тексеріп алыңыз. Анализ тапсырып, дәрумендеріңіз қалыпты ма жоқ па, оны да біліп алыңыз. Холестериніңіз қандай деңгейде, оны да тексертіп алсаңыз болады. Жігіттер, ұлдар, егерде сіздердің омырауларыңыз өсіп, өзгеріс пайда болса, тіпті залға бармай жатып өсіп кететін болса, міндетті түрде мамолог, эндокринолог және андролог мамандарға тексерілуіміз керек. Біз тығылып, дәрігерге маманға бармай, немесе отбасымыздан тығылып, ауырып жүргенімізді айтпағанмен, ол біздің өзіміздің өмірімізге қауіп әкеледі. Өмірімізді қысқартуы мүмкін. Құрметті көрермендер, онкомамолог дәрігер Индира Жақсылыққызымен сұхбатымызды аяқтаймыз. Бүгін уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Бұл кісінің жұмысы өте қауырт. Клиникадан бөлек стационарда да операциялар күнделікті жүріп жатады. Сондықтан ауырмайық. Дәрігерлердің жұмысын жеңілдеткіміз келсе, өзіміздің өмірімізді ұзартқымыз келсе, әсіресе аналар, қыздар, скринингке уақытында барыңыздар. Мамологқа тексеріліңіздер, гинекологқа барыңыздар. Ешкім сізді бірден апарып ауруханаға жатқызбайды. Дәрігерге барсам ауру тауып береді деген түсінікті доғарайық. Өйткені сіз ауруды асқындырып алсаңыз, ол тіпті қауіпті болуы мүмкін. Бүгінше осы, келесі кездескенше комментарий, лайкты ұмытпаймыз және тіркелуді. Айтпақшы, бүгінгі түсірілім алаңын ұсынған Аланда клиник медициналық орталығына алғысымыз шексіз. Кездескенше.